Саламатсыздар ма? Бұл сабақта бірінші сабақ, яғни ең негізгі сабақ, бұл барлығын рет-ретімен жасаңыздар. Өте мұқият жасамасаңыздар, ашылатын аккаунттарыңыз блокқа кетуі мүмкін. Сондықтан мен қазір не айтам, соны бәрін солай жасаңыздар. Мен айтқанды жасайтын болсаңыздар, Құдай қаласа бәрі жақсы болады. Яғни блокқа кетпейді. Ең бірінші телефоныңызды жаңартасыз. Яғни егер қолданып жүрген телефоныңыз бұрында Alipay аккаунт ашылған, не болмаса Alipay аккаунт қолданылған, не болмаса Taobao аккаунт, 16 сайтының аккаунттары қолданған телефон болатын болса, онда ол телефон нөмірді ауыстырасыз. Не болмаса телефонды бүкіл тазартасыз, жаңартасыз. Яғни переустановка деген бар ғой, телефонды сбросить деген. Сол жерден бүкіл данныйларын бәрін өшіріп тастайсыз. Егер жоқ, керек жоқ, басқа телефон табам десеңіздер, онда басқа телефон, яғни Alipay тіркелмеген, Taobao аккаунт ашылмаған, қолданылмаған, вообще таза телефон қолданасыздар. Сосын барынша актив нөмір қолдануға тырысыңыздар. Актив нөмірде проблема аз. Басқа Билайнда, жаңағы теледыбарларда кішкене проблема болуы мүмкін. Мен кейбіреулерден қолданып жүр, бірақ енді барынша максимально блокқа кетпесін десеңіздер, барынша осы айтылғандарды орындасаңыздар жақсы болады. Яғни актив нөмірді қолданамыз, жоқ болса сатып аламыз. Егер бар болса, таныстарыңызда Alipay аккаунт ашылмаған, Taobao аккаунт ашылмаған болса, онда сол кісілерге хабарласып, сол кісілердің актив нөмірін сұраңыздар. Осындай қазір код келеді, сол кодты маған айт деп. Міндетті түрде сіздің қасыңызда болу тиіс емес. Яғни сіз қазір ол нөмірді терген кезде, мына жақтан сізге ол код келеді нөмірге, сол кодты сізге айту керек. Сондай жағдай болса, солай жасасаңыздар болады, яғни сатып алмай-ақ. Одан кейінгісі ол интернет. Жаңағы мысалы Alipay ашылмаған аккаунт, жаңағы ашылмаған телефон, ашылмаған нөмір болатын болса, жаңағы актив нөмір. Онда сол актив нөмірдің интернетін қолданыңыз. Егер ондай болмайтын болса, онда Wi-Fi қолданыңыз. Wi-Fi, қандай Wi-Fi десеңіз, Билайнның Wi-Fi-ын қолданбайсыздар. Оны алып тастайсыз, Билайн ашу қолданбайсыз. Сол нені қолданасыздар? Басқа компаниялардың Wi-Fi-лары бар ғой, жаңағы Wi-Fi компаниялар. Соларды қолданасыздар. Не болмасам, актив нөмірмен Wi-Fi таратсаңыз болады. Яғни Wi-Fi таратқан кезде таратылған актив нөмірге ешқандай Alipay, ешқандай не тіркелмеген болу керек. Яғни сондай телефоннан жаңа, в общем, қатысы болмау керек қой, в общем, жаңа номер болу керек, жаңа Wi-Fi болу керек дегендей. Сосын сол интернетті қолданасыздар, Wi-Fi немесе актив нөмірдің интернетін қолданасыздар да. Одан кейінгісі жаңа телефонға Alipay'ді ғана жүктейсіздер. Taobao, 16.8, Pinduoduo дегендерді вообще жүктемейсіздер. Бірінші кезекте Alipay'ді жүктейсіздер телефонға. Содан кейін барып, Alipay'дегі істелетін регистрация бәрін жасап болғаннан кейін барып, нені жүктейсіздер? Taobao, сосын 16.8 сайттарын. Яғни бұрында Taobao жаңағы несін, Alipay аккаунтын ашқан кезде сразу не ашылатын еді ғой? Taobao аккаунтымен қосылып ашылатын еді ғой бұрында. Қазір білмеймін, не екенін өзгеріп кеткен. Не өзгеріп кеткен білмеймін әйтеуір. Қысқасы осылай мен айтқандай рет-ретімен жасасаңыздар, сіздерге блокқа кетпейді. Қазір мен көрсетемін. Қазір осы видеода Alipay аккаунтты ашамыз. Және сол Alipay аккаунттан кейін, яғни Taobao аккаунт алып аламыз. Сол Taobao аккаунтқа логин пароль жасаймыз. Сосын ары қарай Taobao аккаунт жасап алғаннан кейін Taobao приложениесін скачать етеміз телефонға.
сосын оған жаңағы осы Alipay арқылы тіркелген портал аккаунтына кіреміз. Қысқасы, қазір видеоны бастайық. Play Marketке кіреміз. Сол жерден Alipay'ді скачать етеміз. Яғни мен қазір уже Alipay'ді скачать етіп қойдым мен. Открыть деп басамын. Енді жерде көк кнопканы басамыз. Согласиться деп разрешитті береміз. Ешқандай артық қимыл жасамаймыз. Видеода қалай жасалған, солай жасаймыз. Мына жерде тілді өзгертеміз. Ағылшыншаға қоямыз. И телефон нөмір жазамыз. Телефон нөмір, актив нөмір. Мен қасымда қазір актив нөмір жоқ. Именно телефонда да ешқандай сим-карта қойылмаған. Тек Wi-Fi мен ғана отырмын. Билайн емес, бірақ Билайн Wi-Fi емес. Сонымен жерден қазір Қазақстанды тауып аламыз. Қазақстанды тауып аламыз. Міне Қазақстан. И осы жерде қазір нөмір тереміз. Менде нөмір өзімде емес, Шымкенттегі інімнің нөмірі. Соған мен звондадым алдын ала. Дайын тұр, саған код барады, код барған кезде маған айтасың деп. Қазір соның нөмірін теріп жатырмыз. Яғни мен нөмір сатып алған жоқ. Жерде agree деген басамыз. Сосын қазір код келу керек, яғни қазір ініме. Қазір мен оған звондадым. Звондап жаңағы кодтың келгенін сұрадым. Қазір кішкене күте тұрамыз. Сіздер де егер актив нөмір сатып алуға желанияларыңыз болмаса, онда сол таныстарыңыздан осылай попросить етсеңіздер болады. Яғни актив нөмірлеріне осылай код келеді, сіз сосын сол кодты сізге айту керек, осы жерге жазу үшін. Соған дайын болып отырыңыз деп ескертуіңіз керек те кісіні. Егер ондай жағдай болмай жатса, онда сатып алыңыз. Сосын кодты жаңағы өзіңіз телефоныңызға келеді, осылай жаза саласыз. Қазір күте тұрайын мен. Код келді, уже қазір мен звондап жатырмын оған. Қазір айтады. Егер код келмесе, телефоныңыз қасыңызда болып, онда resend деген қайттан басасыз. Қазір маған код келді, маған айтты. Енді жерде кодты мен жаздым. И agree деп басамыз. И болды, міне. Күте тұрамыз, ештеңеге тиіспейміз. Өз автомат түрде страницаға ауысады. Ойланып жатыр. Мына жерде енді international version is recommended. Так, бұл жерде әлемдік версияға сұрап отыр, соған өтесіз бе деп. Иә деп бастым мен, enter international version деген бастым. Қазір күте тұрамыз. Ойланып жатыр. Егер осылай көп ойланса, онда просто назадты басып шығып кетсеңіздер де болады. Өйткені ол сіз автомат түрде уже басқаннан кейін кей кезде төп етіп қалады осылай ойланып. Ол кезде просто назад деген тұр жоғарыда. Сол назадты басып артқа шығасыздар. Қазір мен назадты басып артқа шығам. Міне, қазір күте тұрамыз енді. Қазір автомат түрде международный версияға ауысу керек. Қазір мына китайский версия болып тұр. Міне ауысты. Көрдіңіздер, next дегенді басамыз. Сіздерде шықса, егер next деп басасыздар, яғни местоположениені сұрап жатыр. Геоданный. Разрешить деп басамыз местоположениеға. Болды, осылай международный версияға ауысты. Енді мына жақта мен деген жерге басамыз. Ми деп тұр ғой, адамның сурет. Соны басамыз. Ашылды. Енді тырнақша тұр ғой, шестеріне. Соған басамыз, настройкаға кіреміз қысқасы. Настройка кіргенде Account and Security деген басамыз. Үстіндегі, ең үстіндегі.
ашылды. Міне көрдіңіздер ме? Taobao аккаунттың ТБ логин ашылды. Көрдіңіздер, ТБ логин бар. Енді осы ТБ логинді блокқа кетірмей, ары қарай жалғастырып тіркелуіміз керек. Ең алдымен қазір Alipay'ге төлем паролін орнатамыз. Оның үшін Alipay паспорт деп тұр ғой. Alipay паспортқа кіреміз. Яғни Alipay паспортта бұл жерде ең бірінші осы төлем паролін орнатамыз. Төлем паролін міндетті түрде бір жерге жазып алыңыздар, ұмытып қалмайтындай, ертең проблем болмайтындай. Төлем паролін жазамыз. Өзіңізге ыңғайлы, яғни есіңізден шықпайтын, часто қолданатын пароль жазсаңыз болады. Next деп басамыз. Болды, өзгерді. Мына жерде ештеңені баспаймыз, автоматты түрде артқа шығады. Мына жерде артқа дегенді басамыз. Міне, төлем паролін орнаттық. Енді Taobao аккаунт пен осы Alipay аккаунттың паролін орнатамыз. Channel login паспорт ең үстінде тұрған басамыз. Яғни бұл Taobao аккаунтқа, Taobaoға кіру үшін және 16 сайтына кіру үшін керек бұл пароль. Жаңағы төлем паролімен шатастырып алмаңыздар. Төлем паролі ол авторизация жасау үшін керек емес. Ол тек қана төлем кезінде, ақша төлейтін кезде ғана керек болады. Ал мына жерде енді жаңағы телефон нөмірге код келеді. Яғни төлем пароль төлем пароль емес. Жаңағы аккаунттың паролін енгізу үшін сіздің телефон нөміріңізге жаңағы тіркелген соған код келу керек. Қазір маған код келеді, мен сол жерге жазамын қазір. Күте тұрамыз. Қазір мен звондадым ол кісіге. Қазір маған айтады, міне айтты, уже мен жазып жатырмын да. 28 94-88. Міне болды. Тиіспейміз, өз автомат түрде ауысады басқа страницаға. Міне ауысты. Енді бұл жерде пароль енгіземіз. Парольді де өзіңіз ұмытпайтын пароль енгіземіз. Сосын тағы бір айтатын жайт, парольді бұрында егер Alipay аккаунт ашылған парольдер болатын болса, ондай қылып енгізбеңіз. Басқаша қылып енгізіңіз. Яғни басқа Taobao, яғни бұрында енгізілген парольдерді енгізбеңіз. Яғни бұрында мысалы Alipay енгізген парольді бұл жерге қайталап енгізбеңіз. Яғни басқасын енгізіңіз. Басқаша болу керек барлығы. Ұқсамау керек қой, үшін барлығы. Міне мен енгіздім. Енді save деп басамыз. Міне, бұл жерде сұрап жатыр. Бұл енгізілген пароль Taobao аккаунтына да жарайды. Осы Taobao аккаунтына осы пароль теріп кірсеңіз болады деп айтып жатыр бұл жерде. Confirm деп белгілейміз. И тағы save деп басамыз. Бұл автомат түрде өзі артқа шығып кетеді. Міне, бұл орнаттық бәрін. Так, маған бір SMS келді, оғанда SMS келді екен. Басып көрші, қандай SMS екен бұл. Так. Бұл жерде жазылып тұр. Сіз төлем паролін, регистрациялық парольді регистрация жасаттыңыз Alipay'ге деп жазылып тұр. Примерно бұл жерде солай түсінгенім. Так, енді болды. Осай Alipay аккаунтты осай енгіземіз, осай тіркелеміз. Бұл басқа ештеңеге тиіспейміз. Жаңа верификация деген бар, ол верификацияны бірінші осы Taobao аккаунт неге осай тіркеп, сосын барып жасаймыз верификацияны. Пока что жасамай тұрамыз. Бірінші кезекте осай тіркеп алу керек болды бізге. Енді біз осы Taobao аккаунтты қолдана отырып, қазір Taobao программасын Play Market'тен скачать етеміз. Сол программаны скачать етіп, осы Taobao аккаунттың паролін теріп, соған кіретін боламыз. Ал верификация жайында верификацияны сосын жасаймыз. Верификация ол міндетті түрде паспорт болған дұрыс. Нені қолданатын болсаңыз, удостоверениені
қолданған кезде ол проблема болуы мүмкін. Сондықтан барынша осы паспорт табыңыздар, достарыңыздан сұраңыздар, қастарыңыздан басқа біреулер кімде бар, бәрінен сұрап көріңіздер, болу керек. Солардан сұрап